Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан. Бүгін сіздермен шығыс бәлішін жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен ұн керек, содан кейін сары май, қант керек, 2 жұмыртқа және де дәндер, әртүрлі мейіз, өрік және де жер жаңғақ керек және де разрыхлитель керек. Сары майымыз езіп алып, үй температурасында тұрған сары майымызға қантты қосамыз. Қантты қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен немесе осылай вилканың көмегімен араластырып аламыз. 2 жұмыртқамызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Осы араласып тұрған енді ыдысымызға ұнымызды қосамыз. Және разрыхлителімізді қосамыз. Бұны да араластырамыз. Осындай консистенция болады. Одан кейін бұны қолмен ары қарай араластырамыз. Осындай қамыр шықты. Енді осыны холодильниктің ішіне салып қоямыз 5-10 минутқа. Енді мына ыдысымызды майлап алып, енді біз қамырымызды жайып шығамыз. Жан-жағына барлығына жайып шығамыз. Осылай барлығын жайып шықтық. Енді мына мейіздерімізді, өріктерімізді ішіне саламыз. Енді мына жаңғағымызды сеп шығамыз бетіне. Грек жаңғағымызды сеп шығамыз. Енді бұның үстінен сгущенкамызды құйып шығамыз. Дәл осылай құйып шығамыз. 180 градусқа жарты сағатқа қойып шығамыз. Сонымен біздің шығыс бәлішіміз дайын болды. Мінекей достар, өте дәмді, бір жарты сағаттың ішінде дайындалатын шығыс бәліші дайын. Мінекей ішін кесіп көргендегі түрі осындай болады. Өте жұмсақ әрі нәзік, дәмі өте керемет. Жаңғақпен мейіз, өрік қосылғаннан кейін өте дәмді болады. Сонымен ас болсын сіздерге.